Қайырлы күн балалар, бүгін бізде математика сабағы 2-ші сынып 112-ші сабақтың тақырыбы көбейту мен бөлуге берілген жанама түрде тұжырымдалған есептер. Бірінші есепті шығар. Бір көшеде 18 үй бар. Бұл екінші көшедегіге қарағанда 2 есе артық. Екінші көшеде неше үй бар? Бізде шарты берілген, яғни бірінші көшеде 18 үй, бірақ бұл екінші көшеден 2 есе артық. Екінші көшеде бізде белгісіз. Шешуі 18-ді 2-ге бөлеміз, 9 шығады. Жауабы екінші көшеде 9 үй бар. Екінші есеп, сызба бойынша есеп құрастыр және оны шығар. Бірінші көшеде бізде 9 үй бар, екінші көшеде 18 үй бар. Енді сұрақ бізде. Екінші көшедегі үйлер саны бірінші көшедегі үйлер санына неше есе артық екенін табуымыз керек. Шешуі 18-ді әрине 9-ға бөлеміз, бізде 2 шығады. Жауабы екінші көшеде 2 есе артық үй бар. Енді бірінші тапсырмадағы есепте кері есеп шығарғанды дәлелде дейді. Яғни осы шығару жолы арқылы біз кері есеп шығарғанымызды дәлелдеп тұрмыз. Яғни бірінші есепте бізде екінші көшенің саны белгісіз болса, үйлердің саны, бізде екінші есепте неше есе артық екені белгісіз. Яғни солай біз кері есеп шығардық. Үшінші есеп, есепті шығар. Бақта 8 алма ағашы бар. Бұл алмұрт ағашына қарағанда 2 есе кем. Бақта неше алмұрт ағашы бар? Алма бізде 8, алмұрт бізде белгісіз. Ал алма болса, бізде алмұрт ағашынан 2 есе кем. Шешуі 8-ді 2-ге көбейтеміз, тең 16. Жауабы бақта 16 алмұрт ағашы бар. Төртінші есеп. Үшінші тапсырмадағы есепке бір кері есеп құрастыр. Қысқаша жазбасын жазып есепті шығар. Ол үшін алма ағашы бізде 8, алмұрт ағашы бізде 16. Сұрақ бізде болады. Алмұрт ағашы алма ағашынан неше есе артық? Шешуі 16-ны 8-ге бөлеміз, 2 шығады. Жауабы алмұрт ағашы 2 есе артық. Бесінші есеп. Есепті шығар. Ағам саяжайда 3 күн демалды. Бұл оның шипажайда демалған күндеріне қарағанда 6 есе кем. Ағам шипажайда неше күн демалды? Шартын құрамыз, саяжайда 3 күн демалды, бірақ бұл шипажайға қарағанда 6 есе кем. Шипажайда бізде белгісіз. Жауабы шипажайда демалған табу үшін 6-ны 3-ге көбейтеміз, 18 шығады. Жауабы ағам шипажайда 18 күн демалды. Алтыншы есеп. Көрсетілген өлшем бірліктеріне түрлендір. 6 метрде неше дециметр бар? Яғни 1 метрде 10 дециметр болғандықтан 6 метрде 60 дециметр болады. 300 сантиметр. 1 метрде 100 сантиметр бар. Сол себепті 300 сантиметрде 3 метр болады. 8 дециметр дегеніміз 1 дециметрде 10 сантиметр болғандықтан 8 дециметрде 80 сантиметр болады. 9 дециметр 3 сантиметр дегеніміз 93 сантиметр. 36 сантиметр дегеніміз 3 дециметр 6 сантиметр. 2 метр 4 дециметр дегеніміз 24 дециметр. Жетінші есеп. Есепте ең әуелі жақшаныштың орындап аламыз. 36-ға 42-ні қосқанда 78 шығады. 35-ті 5-ге бөлгенде 7 шығады. 78-ден 7-ні азайтқанда 71 шығады. Келесі есеп көбейтумен бөлуді орындап аламыз бірінші. 9-ға 3-ті көбейткенде 27, 27-ні 3-ге бөлген 9-ға бөлгенде 3 шығады. 27-ге 3-ті қосамыз, бізде 30 шығады. 8-ші есеп. Теңдеулерді шеш. X қосу жақшанышында 43 азайту 15 тең 29. Бізде күрделі теңдеу берілген. Бұны жай теңдеуге айналдырамыз. Ол үшін ең алдымен жақшаның ішін шығарамыз. 43-тен 15-ті азайтқанда бізде 28 шығады.
Яғни жай теңдеуіміз x қосу 28 тең 29-ға тең болады. Енді x-ті табу үшін 29-дан 28-ді азайтамыз, бізде 1 шығады. Тексереміз, x-тің орнына 1-ді қоямыз. 1 жақшаның ішінде 43 азайту 15 тең 29. 43-тен 15-ді азайтқанда 28 шығады. 28-ге 1-ді қосқанда 29 шығады. 29 тең 29. Келесі теңдеуіміз y қосу 67 тең 100 азайту 23. Бұл да күрделі теңдеу. Бұны жай теңдеуге айналдырамыз. Ол үшін теңдеудің 10 жағын шығарып аламыз. 100-ден 23-ті азайтқанда бізде 77 шығады. Сонда жай теңдеуіміз y қосу 67 тең 77 болады. Енді y-ті табу үшін 77-ден 67-ні азайтамыз. Бізде y тең 10 болады. Тексереміз. Y-тің орнына 10-ді қоямыз. 10 қосу 67 тең 100 азайту 23. Енді екі жағын шығарып аламыз. 10-ға 67 қосқанда 77, 100-ден 23-ті азайтқанда 77, яғни екеуі тең болады. 77 тең 77. 9-шы есеп. Сызбаға сәйкес өрнек құр және оның мәнін тап. Бізде бірінші сызбада шипажай 18 күн, екінші саяжайда бізде белгісіз қанша күн демалғаны. Бірақ шипажайдағы демалған күн саяжайға қарағанда 6 есе артық. Шешуін табамыз, 18-ді 6-ға бөлеміз, бізде 3 шығады. Жауабы ағам саяжайда 3 күн демалды. 5-ші тапсырмадағы есепке кере есеп шығарғаныңды дәлелде дейді. 5-ші тапсырмада бізде шипажайдағы демалған күні белгісіз болды. Ал осы 9-шы есепте саяжайда демалғаны бізде белгісіз болып тұр. 10-шы есеп. Ойлан тап. Тор көздерді 1, 2, 3, 4 сандарымен толтыр. Осы сандар әрбір жолда және бағанда бір реттен ғана болуы тиіс. Бірінші жолда 3 бар, 2 бар, 4 бар. Бізде 1 жоқ, 1-ді жазамыз. Екінші жолда 1 бар, 3 бар, 2 бар, 4 жоқ, 4 жазамыз. Енді тігінен бірінші қатарда 3 бар, 1 бар, 2 бар. 4 жоқ, 4 жазамыз. Төртінші тігінен 4 бар, 2 бар, 1 бар, 3 жоқ, 3-ті жазамыз. Үшінші тігінен бізде 1 бар, 3 бар, 2 бар, 4 жоқ, 4-ті жазамыз. Енді екінші қатар тігінен 2 бар, 4 бар, 1 бар, 3 жоқ, 3-ті жазамыз. Келесі тор көзде дәл осылай жоқ сандарды жазамыз. Ең алдымен, ең соңғы тігінен жазылып тұрған сандарды жазайық. 2 бар, 3 бар, 1 бар, 4 жоқ, 4-ті жазамыз. Екінші жолдағы көлденеңнен 1 бар, 4 бар, 2 бар, 3-ті жазамыз. Енді үшінші қатардағы тігінен 4 бар, 2 бар, 3 бар, 1-ді жазамыз. Бірінші жол көлденен тұрған 4 бар, 1 бар, 3 бар, 2-ні жазамыз. Келесі үшінші жол көлденеңнен 4 бар, 2 бар, 3 бар, 1-ді жазамыз. Тігінен екінші қатардағы 3 бар, 4 бар, 1 бар, 2-ні жазамыз. Төртінші жол көлденеңнен 1 бар, 4 бар, 2 бар, 3-ті жазамыз. Тігінен бірінші 1 бар, 4 бар, 3 бар, 2-ні жазамыз. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар. Соңына дейін тыңдағандарыңыз үшін рахмет. Каналға тіркеліп, досыңа жіберуді ұмытпаңдар.